Психологиялық тест сіздің ішкі балаңыз. Әр адамның өзінің бір бөлшегі бар. Оны ішкі бала деп атайды. Сол баланың арқасында біз таңырқай аламыз, қуана аламыз, күлеміз және шығармашылықпен айналысамыз. Бұл біздің мен бейнеміз, біздің шынайы құрамымыз, біздің потенциалымыз бен өмірге қабілеттілігіміздің негізгі іргетасы. Ішкі бала сау әрі белсенді болады, немесе қатып қалуы, немесе тұғып қалуы да мүмкін. Біздің көңіл күйіміз бен өмірлік күшіміз тікелей оның жай күйіне байланысты. Өзіміздің ішкі баламызбен тілдесе отырып, өзімізді жайлы маңызды жайттарды біле аламыз. Ол үшін осы тест көмекке келеді. Өзіңіздің ішкі балаңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Мына берілген фигуралардың қайсысына ұқсайды? Берілген номер бойынша қазір жауаптарды айтып өтетін боламын. Сонымен бірінші нөмірлі бала. Егерде сіз бірінші баланы таңдасаңыз, сіз тұрақтылықты, тепе-теңдікті және жайлылықты бірінші орынға қоятын дана адамсыз. Сіз перспективаға немесе жетістіктерге емес, дәл қазір және осында принципіне бағынып, өмірдің сапасына көбірек назар аударасыз. Тіпті жайлылық аймағын сақтап қалу үшін өз амбицияларыңызды да құрбан етуге барасыз. Сіз барлығын нақты жоспарлағанды жақсы көресіз. Әрдайым ұқыптысыз және әдеп сақтап жүресіз. Әрдайым жанжалдың алдын алуға тырысасыз. Әдетте өзіңізге сенімді болып көрінгеніңізбен, бұның артында өзіңізді төмен бағалау жатыр. Сіз адамдарға сенім артуға бейімсіз, алайда кейбіреулер соныңызды пайдаланады. Көбірек өз пікірлеріңізге сенім артыңыз. Өз ішкі қалауларыңыз бен өз жоспарларыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Екінші, егерде сіз екінші баланы таңдасаңыз, онда сіз құтқарушы кейпіндесіз, жақсы орындаушы және тамаша қызметкерсіз. Сіз өз жұмысыңызды керемет жасауға және әрдайым басқаларға көмектесуге тырысасыз. Бірақ кері байланыс сіз үшін де өте маңызды. Сізді байқағандарын және бағалағандарын қалайсыз. Ал олай болмаған жағдайда сіздің бірден ынта жігеріңіз төмендеп кетеді. Барлық күш-жігеріңізді басқаларға жұмсай отырып, сіз өзіңізді шаршататындығыңызды ұмытпаңыз. Бұл отбасыңыз бен жақындарыңызға да әсер етеді. Жұмыс пен отбасының эмоционалды шығындары арасындағы тепе-теңдікті табуға тырысыңыз. Үшінші, егер сіз үшінші баланы таңдасаңыз, сіз интеллекті деңгейі жоғары, ішкі дүниесі бай, жинақы және мақсат көздегіш адамсыз. Сіз мақсатқа жету жолында сол үшін тынбай жұмыс істей алатын адамсыз. Бірақ сіз интровертсіз. Сондықтан сізге басқалардан оқшаулану жайлырақ. Сіз әрдайым өз қалау тілектеріңізді сыртқа шығарып айта бермейсіз. Бірақ адамдардың арасында ұзақ уақыт болсаңыз, одан шаршап, жалғыздықта күш жинайсыз, күш-қуатыңызды қалпына келтіресіз. Төртінші, егерде сіз төртінші баланы таңдасаңыз, өте мейірімді және шынайы жансыз. Басты орынға отбасыңыз бен достарыңызды қоясыз. Бірақ жұмысқа келгенде бәрі қиынға соғады. Сіз өз кәсіби шеберлігіңізге көңіліңіз толмайды және өзіңізге сенімді емессіз. Ойластырылған перспективалық жоспар мен мақсаттың жоқтығы сізге өмірді толыққанды сезінуге кедергі келтіреді. Ойланыңыз, сіз әлі де қай салада өзіңізді толық жүзеге асыра алар едіңіз? Бұл тіпті жаңа жұмыс орны немесе мамандық болмауы да мүмкін. Жай ғана өзіңіздің сүйікті ісіңіз, яғни хоббиіңіз болуы да мүмкін. Бесінші, егер сіз бесінші баланы таңдасаңыз, сіз үнемі қозғалыста болатын адамсыз. Сіздің күніңіз бұл істердің, кездесулердің және сүйікті ісіңіздің тығыз кестесінен тұрады. Сізде үлкен энергия қоры бар. Сіз уақытты үнемі маңызды және қызықты нәрселерге жұмсайсыз. Сіздің өміріңіз сан түрлі түстерге боялған, әрі қызықты, күшті эмоцияларға толы. Бірақ қайда, неге бара жатқаныңызды бір сәтте болса кідіріп ойлануға уақытыңыз жоқ. Бәлкім сіз өзіңізбен жалғыз қалудан, немесе шынымен де не қалайтыныңызды көруден қорқатын шығарсыз. Есіңізде болсын, бұл қарбалас сәтте кейбір маңызды орындалмаған мақсатыңызбен өз ішкі қалауларыңыз қалып қоюы мүмкін. Сол себепті кез келген ұзақ жолда өзіңізді қалыпқа келтіру үшін аздаған демалыстар да қажет.
Алтыншы, егер сіз алтыншы баланы таңдасаңыз, онда сіз жылы жүзді және жұмсақ адамсыз. Адамдарды тыңдай және түсіне білесіз. Қажет жерде ақыл кеңесіңізді де бере білесіз. Сізбен бірге болған жайлы және тыныш. Сіз болып жатқан оқиғалардың бәрінде позитивті түрде қабылдайсыз және барлық адамдар жақсы деп сенесіз. Өкінішке орай, бұны кейде пайдаланады. Айналаңыздағы адамдармен мұқият болыңыз және өз шекараңызға сақ болыңыз. Есіңізде болсын, сіз өзіңізде қолдау мен қорғауға мұқтажсыз. Жетінші, егер де сіз жетінші баланы таңдасаңыз, онда сіз құбылмалы адамсыз. Кейде өзіне сенімді, еңбекқор және жігерлі, ал кейде өзіне көңілі толмайтын, әлсіз әрі пессимист болып кетесіз. Кей кездері тау қопаратындай күшіңіз бар. Ал кейде қарапайым, күнделікті нәрселерге күш таппайсыз. Эмоционалды құлдырау кезеңдері сіз үшін ішкі ресурстарыңызды қалпына келтіру үшін қажет деп біліңіз. Керісінше, ол сәттерді ой қорыту мен шығармашылыққа арнаңыз. Сегізінші, егер де сіз сегізінші баланы таңдасаңыз, онда сіз өзіндік бағалауы жоғары адамсыз. Өзіңізді жақсы көресіз және адамдардың сізге деген оң қатынасын жоғары бағалайсыз. Сөз жоқ, сіз өте жан-жақты, көп нәрселерге қабілетті, әртүрлі нәрселермен сүйіп айналысатын өте қызықты жансыз. Алайда сіздің имиджіңізді кейде мақтаншақтық пен публикаға ойнауға деген ұмтылысыңыз құртады. Өз меніңізді басқалардың көңілімен қоректендіру сізге еш қажетсіз екенін түсініңіз. Егер үнемі тек өз-өзіңе қарай берсең, айнала қоршаған әлемді көруге уақыт қалмайды. Сонымен достар, бүгінгі психологиялық тестіміз осындай. Егер де тест ұнаса, көңіліңізден шықса, онда лайк басып, пікір бөлімінде өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Егер де біздің тесттарымыз, жалпы біздің беріп жатқан ақпараттарымыз көңіліңізден шықса, бізге жазыла кетіңіз. Өз достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Ары қарай да сіздерге жақсы ақпараттар беруге ұмтыламыз. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.